Zombie apocalypse. Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Дулат, және де біздің бүгінгі видеоролигімізде мен сіздерге Бон аппараттың «Скучаешь, айналайын» атты өлеңіне разбор жасаймын. Бұл өлең таңдаған себебім қазір хит деп айтайын, сұранысқа ие, көп сұранысқа ие, және де сіздер де комментарияда сұрағансыздар. Енді сіздерге не айтқым келіп тұр? Менің соңғы видеоларым негізі просмотр жағынан жақсы, бірақ соңғы видеом просмотр аз жинады, бірақ нет, ол 2-ақ күнде, конечно, көп жиналады деп ешкім айтпайды ғой. Және де нет, мен слишком уже звездовать етіп кетті деп ойлап қалмаңыздар. Просто мысалы алдыңғы 3 ролигім бар ғой, 2-3 видео роликтерім 900 просмотрларды жинатты, 900-800-700. Бірақ сондағысы 20-25 деген лайк сияқты жинады. Ол алдыңғы видео роликтерге қарағанда өте аз. Яғни соны айтқым келіп тұр. Сол үшін сіздерден сұрағым келіп тұр. Қазіргі кезде мысалы трендқа деп айта берейін, трендқа кіру үшін не істеуім керек? Мысалы қандай мүмкін разнообразие керек шығар, білмеймін, көбісі айтқан разнообразие керек. Мысалы мен жақындарымнан сол үшін видеолар қалай айтсам екен, рекқа шықпайды, басқаларға шықпайды деген сияқты. Сол үшін сіздерден сұрағым келіп тұр, комментария астына жазып кетіңіздерші. Неге олай? Немесе кеңестеріңізді беріңіз, барлық комментарияларды мен оқимын. Даже алдыңғы видеороликтердің комментарияларына шейін оқимын. Сол үшін солай комментарияға жазыңыз. Ал енді разборымыз бастамас бұрын мен сіздерге осы өлеңді орындап берейін. Ты не пишешь письма, но везде онлайн. Я хочу к тебе, моя Айналайн. Что со мной случилось, я не понимаю. Ни одну другую так называю. Айналайн, Айналайн. Кружишь мою голову, Айналайн. Айналайн, Айналайн. Кружишь мою голову, Айналайн. Ал енді разборымыз бастайық. Разбор бастамас бұрын мен сіздерге сразу айтайын, бұл өлең бары арқылы орындалады, барысыз болмайды. Сол үшін бары ұстауды үйреніңіздер. Егер де сіздерге қиын болса, немесе көмек керек болса, то комментария астына жазыңыздар. Мен сіздерге көп сұранысқа ие болса, комментарияда көпсі сұраса, бары туралы ролик шығардым, то келесі видеода бары туралы ролик шығарам, видеоролик, яғни қалай тез үйренуге болады және қалай оңай ұстауға болады деген сияқты. Ал енді бұл бары аккордтардың аттарын білмеймін, кешіріңіздер, бірақ та сізге қазір қай саусақпен қалай ұстау керек екенін көрсетемін. Ал егер мен тауып жатсам, аттары мен суретін тауып жатсам, яғни алдыңғы роликте разбордағыдай сурет қойып қоямын, осы жаққа сурет қойып қоямын, егер тапсам. Ал енді сіздерге көрсетейін. Мынау бірінші саусақ, екінші саусақ, үшінші саусақ, төртінші саусақ, бесінші саусақ болсын. Бірінші саусақ, оны как всегда былай сізге көмек, яғни тағы бір қосымша көмек болу үшін былай итеріп тұрасыздар. Енді екінші саусағымызды, яғни барыны үшінші латқа қоямыз. Және де үшінші, төртінші, бесінші саусақты бесінші латқа қоямыз. Қазір көрсетейін. Бұнда бесінші саусақ екінші струнада, төртінші саусақ үшінші струнада, ал үшінші саусақ төртінші струнада тұру керек. Түсіндіңіздер ғой, ә? Міне, яғни. Міне. Мына бірінші струна, ол жаққа ештеңе басамыз. Міне 2, 3, 4. Міне, көрдіңіздер. Ал енді дәл осы қалыппен 2 лат төменге түсеміз. Яғни уже бары 5-ші латта болады. Ал сіздердің 3 саусақтарыңыз дәл сол қалыпты, бірақ 7-ші латта болады. Әне.
әне бұл екінші аккорд. Сосын тағы 2 латқа түсеміз. Бұл жақта уже өзгереді. Екінші саусағымыз 7-ші латта тұрады. Үшінші саусағымыз екінші струнада, үшінші саусағымыз 4-ші струнада, ал 5-ші саусағымыз 3-ші струнада. Яғни бары нижняя посадка арқылы. Міне. Сосын бұл 3-ші аккорд. Енді 4-ші аккорд бұлай жоғарға көтереміз. Міне, яғни бары верхняя посадка арқылы, бірақ уже 3-ші саусақ, ортаңғы саусағымыз керек емес болады. Яғни ол кезде мына 2-ші саусаққа көмек береміз. Яғни бұнда тек 4-ші мен 5-ші саусақ қана. 5-ші саусақ 4-ші латта, ал 4-ші саусақ 5-ші латта. 4-ші саусақ 5-ші латта, 5-ші саусақ 4-ші латта. Түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Яғни осылай. Ал енді аккордтармен таныстық. Енді мен сіздерге бой мен переборды көрсетейін. Ең басында перебор ол яғни осы перебор екінші струна, үшінші, төртінші. Екінші, үшінші, төртінші струнаны бір қалыпты, бір уақытта бірдей тартамыз. Яғни бұлай. Ты не пишешь письма, но везде онлайн. Я хочу к тебе, моя Айнерлайн. Әне көрдіңіздер, сосын мен бұлай тартқан кезім болды. Сосын бар Айналайын, айналайын, кружишь мою голову, айналайын. Яғни бұл шестерка, кәдімгі простой шестерка. Шестерка бұлай тартылады. Яғни шестерканың басқа түрі. Ты не пишешь письма, но везде онлайн. Кружишь мою голову, айналайын. Әне көрдіңіздер. Яғни астыға, үстіге хлопок, үстіге хлопок. Енді көбісі, қалай айтсам екен, көбісі блогерлер, кавер түсіретін адамдар, яғни олар мынандай перебормен ойнайтындар да бар. Осы переборды көбісі білмейді, көбісі сұрайды, көбісі түсінбейді дегендей. Қазір пишешь письма, но везде онлайн. Айналайын, 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 кружишь мою голову, айналайын. Енді көбісі осы перебор сұрайды, яғни дәл осылай тартқысы келеді. Білмеймін, бұлай да шестеркамен де әдемі кетеді деп ойлаймын. Бірақ жарайды, соңында көрсетейін сіздерге. Бұнда бірінші аккордты ұстап алыңыздар. Және де бағанағы 2, 3, 4-ші струнаны ұстаңыздар. Міне. Басында бір ұрасыз, сосын 2 рет тез. Письма везде онлайн. Кружишь мою голову, айналайын. Если что, мен вообще текстке қарап отқан жоқпын. Өзім есімде қалған сөздерді ұрып атырмын, сол үшін комментарийда ондай болмасын, сөздерін қате айттың, дұрыс айтпай жатсың деген сияқты. Сол заранее айтып отырмын. Яғни негізі түсіндіңіздер деп ойлаймын, бірақ тағы бір қайталап көрсетіп жіберейін. Міне. Міне сізге
жақындатып әсте көрсетейін. Қазір ұстап ой. Ты не пишешь письма везде онлайн. Соңында білем мен сіздерге хлопоксыз көрсететін, бірақ хлопокты қоссаңыз да қоспасаңыз да бәрібір, бірақ қосаңыз да болады, қоса берсеңіздер. Енді ол қиын деп ойламаймын, енді көрсетіп онда. Яғни ритмге байланысты, о сіздің ритміңізге. Ритмге түсіп отсаңыз жақсы ұрасыз, дәл ұрасыз. Ты не пишешь письма везде онлайн. Әне көрдіңіздер. Ал енді разборымыз сізге қатты ұнаса, көмегін тигізсе, то лайк басып астына комментарий жазыңыз. Және де келесі қандай өлеңге разбор жасайды, соны комментарий астына жазып кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған Дулат. Всем пока-пока.